Армысыздар көрермендер. Танылмал әзілкештің жары Мөлдір Мұқанова соңғы күндері жұртты таң қалдырудан тоқтар емес. Өзін әртүрлі қырынан көрсетіп, мүлде басқа Мөлдірді танытып жатыр. Бірде нәзік, мұңды бейнеде көрінсе, енді бірде батыл, еркін образдарда жүр. Әлеуметтік желіде бөліскен видеолары, әртүрлі ойлы жазбалары көпшілікті ойландырды. Ол үнсіз болса да, сезімін әр кадрдан аңғаруға болады. Бұрынғыдай емес, көз қарасы, күлкісі де өзгерген. Көрермен Мөлдір бәрін ұмытып, жаңа өмірге бет бұрды деп топшылауда. Ал кейбіреулері бұл ішкі күйзелістің сыртқы көрінісі дейді. Мөлдір не айтқысы келіп жүр? Бәлкім көп ұзамай ол өзі бәрін баяндайтын шығар. Біз күтеміз, себебі Мөлдірдің әрбір бейнесі бір тұтас хикая. Күні кеше өзінің Инстаграм парақшасында Мөлдір Мұқанова құшақ-құшақ гүлдердің ортасында жүзі бал-бұл жайнап отырған видео салған болатын. Және сонымен қатар қолында ашық хатты оқып, сені осы адресте күтемін деп жазған ашық хатты оқып көрсеткен болатын. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл гүлдерді Мөлдірге кім жіберді деп ойлайсыз? Өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Шок, мынаны қараңыздар. Мына не деген гүлдер? Қайдан келді? Кім? Мама! Оқиын ба, оқымайын ба? Жаным Мөлдір. Осы адресте. Айтпайын. Масқара. Сюрприз деп осындай. Мама, я в шоке, девочки! Алматыдан жалынды сәлем достар. Іс-сапар деп жатқаным ол, киноның жұмыстары. Кинопаркқа барам, келісім шарттар, уақыт белгілеу, тағы да басқа жұмыс деген толып жатыр екен ол жақта. Бұйырса 20 қарашадан бастап шай в большом городе. Достар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Жаңа ән жазғалы жатырмыз. Амантай Орынбасарыч. Қандай ән екен сіздерге қызық болып жатса, келесі тәуекке салғанбыз. Астанадамын. Негізі дәл осындай гүлдің 5-еуін берді маған. Бір бағдарламада 5 конкурста жеңіп кеттім да. Сөйтіп алып кетуге ұялдым. Сондай, 2-еуін алып кеттім. Астанамды сағындым. Кетіп бақтыр, тұрасың ба? Астанаға кетіп бара жатыр. Кеше әдем болып кетті өзінің жұмыстарымен. Бүгін айым кетіп бара жатыр. 3 сағаттан келсем сол бұйырса. Мен 11-де шам, айым 7-де шат. Жаным сол. Сондай өмірге де жетіп бізде, балалармен басқа жақта кездесесің. Пока. I love you. Пока. Мынау переборыңыз ба? Жан? Ислам? За счет заведения. Все ради клиента. Масқара. Қандай? Мадина. Мынау, ұят болмай ма? Қабылдадық енді, рахмет сый құрметтеріңізге. Қандай күшті? Шай өкілейін ба? Мармарис осындай құрмет көрсетіп жатыр бізге. Алматы рахмет. Стористардан жоқ болып кетіп жатыр. Алашса бәрін рейтеркімен саламыз, Шанель айтты, солай жасады. Алмадин. Алматы аялап жатыр дейді. Алматы мені аяла. Мөлдірдің оқырмандарға бір сәлем. Торғайлықтарға сәлем айтыңызшы, торғайлықтарға. Торғайлықтар. Арқалық, Амангелді. Амангелді. Иманов. Бір сәлем. Бір сәлем. Ал сіздер байқадыңыздар ма? Осы кісі мен сторисімді көрсе, сәлем салады. Постоянно сәлем. Мен вообще постоянно сәлем салам. Ой, красота! Вот, пожалуйста. Даймон. Шымкент таң қалдыруда шаршамайсыңдар. Мынау не ал? Есентай молыңнан артық. Қарасай. Біз бренд дүкеніне келдік. Шопинг.
Мен қуаныштымын. Мен қуаныштымын. Көрмеген көрмейсіз. Сағынып кеттім. Қуанып жатырмыз. Бүкіл Қазақстанды шулатып жатқан жұлдызым. Аллаға шүкір. Жақсы жағынан шулайық енді. Рахмет үлкен. Жаса бақытты бол. Топ мына жерде байқап қояшы, я ұшық шығып кетті, прикинь. Енді әр өлең айтқанда Жиргенов айтасың. Арамызда қансын бәрі деген кейін. Саған ұшық шықпағанда маған ұшық шыға ма? Жиргенбей айту керек қой. Өзің өлең ғой, қайт Жиргенов айтасың. Онда қайдан шығардың? Мен бәрі айтып отыр, Жиргенов айтады деп отыр. Содан шыққан ғой мынау. Кинодан Жиргенов ма? Бір жеріне қарамай кино түсіріп жүрген мөлдір ма? Бір жеріне қарамай кино түсіріп жүрген мөлдір ма деймін мынау отырған. Не дейсің? Мынау бір жеріне қарамай кино түсіріп жүрген мөлдір ма деймін. Иә, сол ғой. Естік қой, жаныма келіп айтып жатыр ғой. Ой, Мәке, бір тыным таппайсыз. Мектеп анау, өзіңіз продюсер, кино түсіріп жатсыз, әнді айтып жатсыз, дуэтті жасап жатсыз. Еще елді бәрі әңгіме қылып жатыр сізді. Ашарланып кетті дейді сізді бәрі. 5 баланың анасымын. Қызын жасы 18 емес, қызын жасы дәл қазіргі уақытта 40-тан асты. Онда тұрған не бар, табиғат қой. Сондықтан да ой, маған бұл кеш енді ұят болады, ел не айтады деген ойды дүниені тоқтата тұрып, өз арманыңды орындауға әрекет ету керек деп айтқым келеді. Ән айтып бастадым. Жалпы басында тек қана осы өзімнің әлеуметтік желіме салып отыруға, ішкі жанымның қалауын осы арқылы ғана жасап